Бізді қоршап тұрған барлық дүниелер ұлы ғалымдардың ақыл ойының арқасында жасалған. Әйгілі физиктер Исаак Ньютон мен Никола Тесла жайлы барлығымыз естіген болармыз. Бірақ біз ғылыммен байланысы жоқ адамдар әйгілі химиктер туралы аз білеміз. Бұл бейнероликте еліміздің химиктері және олардың ашқан жаңалықтары туралы айтатын боламыз. 2019 жылы Әбдуәли Баешев бастаған қазақстандық ғалымдар таңғаларлық жаңалық ашты. Олар ең қатты металл, титанды химиялық жолмен бөлшектей алды. Бұл ғылыми жаңалықтың артында Әбдуәли Баешевтің 37 жылдық еңбегі жатыр. Ғалым 1946 жылы 26 сәуірде Жаңақорған станциясында дүниеге келген. Кентау қаласындағы нөмірі 2 мектеп-интернатты бітіріп, Шымкент қаласындағы Қазақ химия технологиялық институтына оқуға түседі. Аспирантураны Қазақ КСР ғылым академиясының академигі Евней Арыстанұлы Бөкетовтің жетекшілігімен жүргізді. Әбдуәли Баешевке титанды бөлшектеу міндетін қойғанда сол кісі болатын. Қазіргі уақытта Әбдуәли Баешұлы Баешев Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, 1000-нан астам ғылыми еңбектердің авторы, дүние жүзі бойынша 150-ден астам патенттің иегері және Кентау қаласының құрметті азаматы. 2017 жылы Қазақстанда мұнай өңдеуге арналған родий-иридий катализаторының жаңа түрі жасалды. Катализатор химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін және соңғы өнімінде өзінің ізін қалдырмайтын қосынды. Мұнай өнеркәсібінде бұл өте маңызды фактор. Сонымен қатар, жаңа технология жасыл химия талаптарына жауап береді. Үкімет пен президентіміз де осыған ұмтылуда. Жаңа катализатордың өнертапқышы Хадичахан Рафикова, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми зерттеу техникалық университеті мен Қазақ-Британ техникалық университетінің аға оқытушысы. Әлем үшін тағы бір маңызды жаңалықты инженер-химик Жұмабай Бәкенов ашты. Токио технологиялық университетінде, Канададағы Ватерлоо университетінде және Назарбаев университетінде 17 жыл бойы литий күкіртті батареяларды зерттегеннен кейін ол жаңа батарея үлгісін жасап шығарды. Ғалым барлық аккумуляторларда жиі қолданылатын улы ауыр металдарды экологиялық таза материал күкіртпен алмастырды. Осылайша, қоршаған ортаға қауіпсіз, заряды 5 есе ұзаққа сақталатын және аналогтарынан арзан өнім қазақстандық ғалымның арқасында жасалды. Қоршаған ортаға қарап, химия өнеркәсібі қызметкерлерінің еңбегін аңғаруға болады. Мойындау қажет, химиктерсіз әлем біз білетіндей болмас еді. Қазақстанда химия өнеркәсібі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі бар. Ол әр мамыр айының соңғы жексенбісінде тойланады. Сондықтан, химия өнеркәсібімен байланысы бар құрбыңыз болса, құттықтауды ұмытпаңыз.